Hey everyone, welcome to my channel. Glad to see you all here. Барлықтарыңызды көргеніме қатты қуаныштымын. Welcome back. Менің ағылшын тілін эффективті үйрететін ең мықты тегін сабақтар жиналған YouTube каналыма қош келдің. YouTube каналға тіркеліп қой, егер ағылшын тілін эффективті форматта үйренгің келсе. Жалпы бүгінгі тегін сабақта мен сіздерге қалай күнде 1000 ағылшынша сөз жаттауға болатынын айтамын. Яғни ағылшын тілінде сөз жаттаудан қиналып жүрсең, бүгінгі сабақта мен саған ең керекті, ең жылдам сөз жаттауға арналған 5 мен өзім қолданатын лайфхактармен бөлісетін боламын. Тіпті ағылшын тілін енді үйреніп жүрген адамға да полезно болады, яғни пайдалы. Немесе академ сөздер мысалы сізге, ең қиын академический сөздер, идиомалар жаттау қиын болатын болса, IELTS, TOEFL тестіне дайындалып жүрсең, онда бұл видео саған арналған, өйткені мен сіздерге соңында осы видеоның қалай қиын сөздерді жаттауға болады, толық формуласын ашып беремін, пошаговый план беремін сіздерге. Және соңында отырып осы видеоны көрген кісілерге менің керемет сыйлығым бар. Сондықтан видеоны соңына дейін көремін және коммент қалдыруды ұмытпаңыз, okay? Let's start. So, мен 100% сенімдімін, сіздерде мынандай жағдай болады, иә? Давайте комментке жазып өтейік, егер болса. Ағылшын тілін, мысалы, қанша жыл бойы үйреніп жүрсіз, мысалы, бір сөз үйренесіз, күнделікті бүгін, мысалы, сіз disaster деген секілді сөздерді үйренесіз, жаттайсыз, оны жазасыз, аудармасын жазасыз, бір сөйлем құрап қоясыз, бірақ мынандай жағдай бола ма? Переводить етесіз, сөйлемдерді жазасыз, бірақ ертесіне уже ұмытып қаласыз. Сөйлем құра алмайсыз мүлдем. Иә, мысалы, немесе тіпті ертесіне емес, 1-2 сағаттан кейін ұмытып қалатындар да бар. Бар ма сондай адамдар? Raise your hands. Иә, сіздер жалғыз емессіздер, ондай адамдар өте көп. Неге дейсіз бе? Өйткені сіздің өзі сөз жаттау процесіңіз ол дұрыс болған жоқ. Тек қана бір сөздің аудармасын жазып қою, оған бір сөйлем жазып қою, сонымен сөз есінде сақталады деп ойласаңыз, қателесесіз. Олай есте сақталмайды. Бүгін мен сіздерге секретін ашамын. Қалай кез келген ағылшын тіліндегі сөздер, не только ағылшын тілі, барлық әлемдегі тілдерді, оңай сөздерін, жаңа сөздерді жаттауға арналған техникаларды беремін. Ең сочный техникалар. Сол сөздерден кейін күнде жалпытқан кезде, қазір жаттап жатқан сөздеріңізде 2 есе көбірек сөз жаттайтын боласыз. Тіпті бір сөз жаттаған кезде ары қарай сол сөзбен 3-4 сөз, новый сөз жаттаудың техникаларын үйрететін боламын, окей? Сондықтан жақынырақ отырамыз, жақсы қараймыз. Қазір мен үйретіп жатқан техникаларды менің курсымдағы 6500 студент қолданып, 4 айдың ішінде деңгейлерін сібірге дейін жеткізген. Сондықтан бұл техникалар міндетті түрде жұмыс жасайды. Сол үшін видеоны соңына дейін көріп, сіздерге қызықты ұсынысым бар, соны көруге тырысамыз, окей? Кішкене өзім таныстырып өтейін, мені білмейтіндерге, екі қалым емес ұлдары. Дәл қазір мен Майамидағы университетте, Америкада 2-ші курста оқимын. Ағылшын тілін үйретіп келе жатқаннан 5 жылдан асты, 5 жыл бойы мен 6500-ден астам студентке ағылшын тілін үйретіп, олардың деңгейін Сібір деңгейіне жеткізіп және шетелдік университеттерге оқуға түсірткіздім. Толық ақпарат менің Инстаграмда, follow for more. Yeah, менің Инстаграмға тіркеп қоямыз, Arsenally you. Окей, сонымен, егер дайын болсақ, давайте бастаймыз. Ең бірінші метод ағылшын тілінде сөз жаттауға арналған. Итак, метод number 1. Шын. Жақсы тыңдаймыз. Шын деген бізде жалғаулар бар, иә? T-I-O-N. Осындай жалғаумен аяқталатын ағылшын тіліндегі сөздерді жаттап алсаңыздар, олар в основном қазақша, орысша аудармадағы сөздермен бірдей болып келеді. Аудармасы қатты келеді. Мысалы, motivation, right? Мотивация деп аударылады. Өте осындай сөздер бар. Яғни motivation деген сөз, аудармасы мотивация. Оны бәріміз білеміз. Ambition, амбиция, иә, айтқан кезде бірдей, осындай шын деп аяқталатын сөздер көбінесе бірдей орысша немесе қазақша мағыналармен бірдей болып келеді. Термин сөздер, мысалы dissertation, profession, portion, intonation, convention, sanction деген секілді. Санкция, интонация, диссертация, осы сөздердің барлығы бізде байқап отырсаңдар шын деген аяқпен аяқталып жатыр, right? Барлығы емес, көп бөлігі. Және осындай сөздерді жаттаған кезде уже сіз оны аударудың да қажет жоқ. Сіз бұл сөздерді сөйлемде қолдана аласыз, өйткені бір үлкен тізімін жасап алсаңыз, просто халявный сөздер десек те болады. Бұны аударудың да қажет жоқ, сіз оны уже білесіз, орысша аудармасын. Демек, бұл сөздерді осылай смотри какой fabric, смотри какой details in this fabric деген секілді аударсаңыз болады. Okay. Number 2, екінші әдіс. Бұл әдіс ең күшті. Бұл әдіске қосымша әдіс айтып, сонда жақсы тыңдаймыз, okay? Екінші әдіс. Жаңа сөз үйренгенде оның барлық формаларымен жаттаған дұрысырақ. Бір оқпен екі қоянды ату үшін. Мысалы, кейбір сөздер ағылшын тілінде әрі зат есім және етістік болып келеді, иә? Оны бәріміз білеміз. Мысалы, milk деген сөз бар бізде. Сүт. Иә, молоко, milk, сүт ол бізде зат есім да. Бірақ to milk деген нәрсе бар. Мысалы, milk a cow, иә, сиырдан сүт алу. Сүт сау дегеніміз ол бізде to milk. Сонда мысалы, мынандай сөйлем құрасаңыз болады. Ол қыз сиыр сауды және сүт алды деген қалай айтамыз? She milked a cow and she got a milk. Логично, да? Сонда milk деген сөз жаттап тұрсыз да, бірақ уже зат есім ретінде, етістік ретінде де уже миыңызға жаталып қалады. Оны даже суреттермен, ассоциациямен жатасаңыз болады, оны сәл кейінірек айтамын. Сонда milk деген сөздің аудармасы қандай екен? Екі аудармасы бар. Бірінші зат есім ретінде сүт деген сөз, екіншісі сиыр сау, сүт сау, right? Сондай секілді өте көп сөздер тізімдер бар, иә? Мысалы бізде work деген сөз бар. Ол бізде жұмыс жасау болса, етістік ретінде, мысалы работать, да? I'm working, мен жұмыс жасап жатырмын. Немесе кәдімгі work зат есім ретінде де просто жұмыс. Мысалы, мен жұмысқа келдім бүгін. I got to work at 9 a.m. деген секілді. And I'm working. Мен жұмыс жасап жатырмын. Сонда work деген етістік ретінде де, зат есім ретінде де сіз қолдана аласыз, жұмыс жасау, жұмыс деген секілді. Тура солай бізде drive деген сөз бар, көлік айдау, көлік жүргізу. Бірақ оның зат есімі
сапар, мысалы көлікпен бір сапар деп айтқан кезде тоже drive деп аталасыз. Онымен қатар try деген сөз бар бізде, ол байқап көру, попытаться немесе тырысып көру деген секілді. I'm trying десеңіз, мен тырысып жатырмын, мен байқап жатырмын десеңіз, етістік ретінде қолданыласыз. Және try дегеннің зат есімі қандай? Кім біледі? Мысалы give it a try деп айтса, байқап көр, right? Байқау, попытка былайша айтқан кезде. Попытка деп ол зат есім ретінде бізде try аударылады. Сонымен қатар drink деген сөз бар, drinking, drink, ішу зат есім ретінде, екінші етістік ретінде, ал зат есім ретінде drink ол кез келген сусын. Мысалы алкогольдің өзін біз drinks деп айтамыз. Кәдімгі сусындардың өзін drink. Мысалы I need a drink, маған сусын керек, бір құрғақшылықты кетіретін нәрсе керек. Milk, жаңа айттық, hope деген сөз бар, ол үміттену, етістік болса, үміт зат есім. Көрсеме, сонда сіз точно так же осылай етістікпен зат есім болатын бірдей сондай сөздердің тізімін жазып қойсаңыз, бұндай сөздерді жаттау оңайырақ. Сонда сіз бір сөз жаттап отырып, уже екі мағынасын жаттап отырсыз. Бірден сөйлем құрастыруға, историяға алып келуге оңай болады. Тіліңіз үйренеді, right? Пайдалы болып жатыр ма? Perfect. Пайдалы болса комментарийға жазамыз. Онымен қатар тура осыған ұқсас нәрсе бар. Точно так же бір сөзде бірнеше мағына болуы мүмкін. Осылайда бір сөз бірнеше мағына болса, қатар жаттап алсаңыз болады. Ұқсас та өйткені бір-біріне. Мысалы, fire деген сөз, бәріміз білеміз, қандай сөз? Oh my god, fire. От, огонь, да, былайша кезде. Fire деген от болса, to fire деген етістік ретінде қандай болады? Жұмыстан шығару. Мысалы, you're fired, сен жұмыстан шықтың. That's all. You're fired, man. Get out, right? Жұмыстан шықтың. Сонда жұмыстан шығару to fire, ал fire ол от. Сонда бір fire деген сөз уже екі ассоциация келіп жатыр да. Сондықтан былай сөйлемдерде құрап кетуге болады. Мысалы, сен жұмыста от шығардың, мысалы, let's say, кәмелетке толған кезде, сондықтан сен жұмыстан шығасың. That's why you're fired. Сонда бір осындай историяға екі сөзде қолданасыз, жаңағы зат есім ретінде де, етістік ретінде. Сонда миыңыз тезірек ана сөздерді жаттайтын болады, okay? Let's go next. Тағы бізде осындай сөздер бар, өте көп, бірақ бір-екі мысалдан айтып кетейін. Date деген сөз бар, барыңыз білесіздер. Date деген не? Біреуі құрма дейді, мысалы ораза айында I need a date, маған құрма керек, I eat a date, маған құрма жеймін деген секілді. Екінші мағынасы күнтізбе, бұның бәрі зат есім ретінде, яғни күнтізбедегі дата, date. What date is this, right? Қандай дата деп сұраған кезде. Немесе етістік ретінде ше. Етістік ретінде бізде date дегеніміз ол свиданияға бару, мысалы to date someone, біреумен отношенияда болу, біреумен жүру, біреумен свиданияға бару деген секілді. Date деген тағы да зат есім ретінде тоже свидание болып шығады. Мысалы, do you want to go on a date with me? Мысалы, менімен бірге свиданияға барғың келеді ме деп сұрасаңыз, онда date деген осындай өте көп мағынасы бар екен. Осының барлығын бір историяға құрау үшін не істесеңіз болады. Мысалы, мені бір бала свиданияға шақырды, мына күнге, мына датаға деп ше, дата деген солай date деп алсаңыз болады. Және свиданияда біз құрма жедік деген секілді. Көрсетпе, сонда бүкіл date деген сөздегі ассоциация бір сөйлемнің ішінде келіп тұр да, сізге ол сөзді жаттау оңайырақ болады. Онда вообще суреттермен ассоциировать етіп, суреттермен қойып қойсаңыз, вообще ол сөзді жаттау тезірек болады, okay? Perfect. Miss. Тоже осындай бірде сөз, тағы бір, ол miss деген сөз, ол бізде әрине Miss Ұлдана, right? Мені көбісі Miss Ұлдана деп атайды. Miss деп біз бойжеткен қыздарды атаймыз. Онымен қатар I missed a bus, яғни to miss a bus, ол бізде автобусқа кешігіп қалу, бір нәрсені өткізіп алу, жіберіп алу да. To miss a class, Zoom class, appointment, яғни класстан кешігіп қалу, классты өткізіп алу, үлгермей қалу, оның барлығы бізде miss етістік ретінде. Тағы бір етістік ретінде miss деген сөздің аудармасы, ол бізде I miss my boyfriend деген секілді, мен сағынып жатырмын, біреуді сағыну. I miss my mom, мен анамды сағынамын. I miss my friends, достарым сағынамын. I miss my boyfriend, жігітімді сағынамын деген секілді. Miss деген сонда екі етістік ретінде бір нәрседен өткізіп алу, үлгермей қалу болса, екіншісі сағыну, Үшінші зат есім ретінде қандай екен? Бір бойжеткендердің атының алдына қоямыз, Miss Ұлдана деген секілді. Окей, солай сразу ұқсас, бір-біріне жақын сөздерді жаттап алсаңыздар, болашақта шатастырмай сразу түсіне беретін боласыздар. Уже бір ассоциация келеді. Тіпті жаңағы айтқандай сөйлемге, историяның ішіне бірдей қолданатын болсаңыздар, онда екі есе пайда аласыздар, okay? Perfect. Now, үшінші әдісіміз кетіп бара жатыр, бізде. Үшінші әдісіміз бізде визуализация. Визуализация, ассоциация үнемі көмектеседі. Визуализация, ассоциация методы. Және визуализацияға бізге не керек? Бізге көбінесе көзбен визуализация жасаймыз, сондықтан Google'дағы images или Pinterest, Google екеуі де кете береді. Приложениялардағы, в общем, суреттер арқылы сөз жаттау, ол тез есте қалады екен. Біз сөз дегеніміз өзі не? Сөз деген ол іс-қимыл, бір іс-әрекет. Мысалы, drink water, мысалы, drink a cup of coffee. Drink деген сөзді жаттау үшін сіз тек қана оны сөз ретінде жаттасаңыз, ми қабылдамайды, бірақ сіз Google-дан бір адамның су ішіп жатқанын, және шөлдеп, прям thirsty болып жатқанын суреттермен жаттайтын болсаңыз, ол сөз есте тезірек қалады. Өйткені біздің миымыз эмоциямен және суреттер арқылы, визуально арқылы бізде тезірек жаттайтын болады. Окей, сөздерді. Perfect. Бір сөзді
жазғанда бір сөз жаттаған кезде соған ассоциация жасауға көмектесетін нәрселерді көп көруіміз керек. TikToktан видео көрсеңіз де, сол сөзге ассоциация. Сізге қызық па, не үшін сіздер TikTokта айтылған мысалы ағылшын тіліндегі сөздерді тез жаттап аласыздар, right? И бұғау сөздерді көп адамдар тез жаттап алады. Неге? Өйткені эмоциямен жаттайды да, эмоциямен немесе видеодан көреді. Мысалы видеода біреу are you crazy man, like dude are you crazy деп біреу видеода айтса, одан сіз тез жаттап аласыз. Мысалы сен жындысың ба деген сөзі вообще сумасшедший что ли деген секілді, are you crazy. Сонда crazy деген сөзді сіз тез жаттап аласыз, осы фразаны жаттап аласыз. Немесе I'm hungry, мысалы кез келген бір видео көресіз, и ол видеода эмоциямен айтылып тұрса, сіз оны тезірек жаттайтын боласыз. Тура солай визуализация, ассоциация қатты көмектеседі. Мысалы rose деген алайық, rose дегеніміз не? Ол бізде роза, иә, бәріміз білеміз, роза деген гүл. Сонымен қатар rose деген ол қыздар үшін Blackpink'тағы Rose деген қыз бар, өлең айтатын әнші. Мысалы Rose деп Google-ға жазатын болсаңыз, сізге демек екі сурет шығарады, либо розаның суретін, либо жаңағы әнші, атақты әншінің суретін. Сол кезде сізде осылай да роза деген сөз, демек сіз роза деген әншімен ассоциация келеді, сөйтіп тезірек жаттайсыз. Мысалы оны екі есе эффективті қылу үшін, мысалы сол роза деген әншінің бір розаны ұстап тұрған немесе розаны иіскеп тұрған суретін елестететін болсаңыз, мысалы айтасыз my beautiful rose is holding a rose деген секілді. Яғни екі іс-әрекет те бір суретте болса тезірек жатталады, өйткені екеуі бір-біріне ассоциация, right? Тура солай өткенде бір үйреткен ассоциация көбісіне ұнапты. Mascara деген сөз бар бізде. You know what it is? Mascara ол бізде туш деген сөз. Енді ойлаңызшы, сіз қыздар туш бояп жатады және көзіне қатты жағылып кетеді да, қатты болып қара. Сол кезде ол қыздар не деп айтады қазақша? Mascara, туш деген секілді осылай жаттасақ болады. Немесе тағы қандай сөз? Брэд Питт, иә, мысалы. Брэд Питт ол бізде ең краш, ең красавчик былайша айтқан кезде актерлардың бірі Америкадағы. Оның демек Брэд деп жазған кезде мысалы Google-ға иә қате жазсаңыз, онда Брэд Питттің суреттері шығады. Және бізде bread деген сөз бар, ол бізде нан деген сөз. Сонда если былай ассоциация келтірсеңіз, Брэд Питт таңертең нан жеп отыр деген секілді, немесе нан жейді деген ассоциация келсе, иә, таңғы асқа нан жейді деген секілді, онда Брэд Питт, bread екеуі бір-біріне қатты ассоциация келеді. Сөйтіп ассоциация қылсаңыз болады. Немесе өзіңіздің логикаңыз қай жерге дейін жетеді, немесе Google-ға сөз жазған кезде қандай ассоциацияға сөздер шығады, бір-біріне ұқсас, сол сөздерді қоса отырып жаттасаңыз, тура осы ассоциация жасау арқылы, визуализация арқылы сөздер екі есе тез миыңызға жатталынады. Wonder, perfect surprise. Ұнап жатыр ма? Уже бізде 3 техника кетті. Right? Number 4. Төртіншісі. Қазақ тіліндегі бірдей сөздерді сразу жаттай аласыздар. Иә? Мысалы, қазақ тілінде ұқсас өте көп сөздер бар. Ағылшын тілінде бірдей терминдар дейікші, мысалы, caramel, иә, карамел. Қазақ тілі емес, орыс тілінде дейікші, мысалы, иә, avocado, scandal, скандал, organism, right, организм деген секілді, аквариум, осындай өте көп біздегі сөздер бар, қазақ тіліндегі 100 деген осындай сөздер бар. Осы сөздердің тізімдерін алып жатасаңыз, былай көріп шықсаңыз, уже миыңыз тезірек есте сақтайды. Мына оказывается бір мағынада екен мына сөздердің барлығы. Демек, мен қазақша қандай сөзді словарімде бар, мен соны осылай айтсам, бұл қате болмайды екен деген секілді. Сол себепті мен сізге совет беремін. Жаңағы бірдей сөздер деп жатырмыз ғой, мысалы, етістікпен, задесін деген секілді. Барлығын чат GPT көмектеседі. Чат GPT-ге жазыңыздар, осындай сөздердің тізімін бер десеңіз, ол сіздерге береді. Сол сөздердің тізімін жаттап отырсаңыз болады ағылшын тілінде, okay? Бұл екі есе эффективті варианттардың бірі. Okay, number 5. Бесінші ең эффективті методымызға келдік. Жалпы ағылшын тілінде мен айтатын едім, үлкен қателік жасайтын адамдар бар. Ағылшын тілінде сөз жаттаған кезде ең көп жіберетін қателіктердің бірі ол сөздерді жалғыз жаттайтын адамдар. Егер сіз сөзді жалғыз жаттап жүрсеңіз, онда сіз үлкен қателіктесіз. Сіз ешқашан ол сөзді жаттамайсыз. Сіз ұмытып қала бересіз. Болды ма сондай жағдай? Сіз мысалы disaster деген бір сөзді жазасыз, Google-дан аудардыңыз, оказывается мынандай білдіреді екен деп жаздыңыз ол сөздің аудармасын, бірақ ертесі ұмытып қалдыңыз. Болды ма сондай жағдай? Yeah, I bet you had this experience, but probably maybe you didn't learn it right? Мысалы, бізде disaster деген жаңа сөз алайық. Ол сөзді қалай жаттау керек? Жаттаудың өзі қалай жаттайсыз, сол қатты әсер етеді. Мысалы, егер сіз сразу оны переводчикқа салып, одан кейін барып жаттайтын болсаңыз, не болады? Әрине ол сөзді ұмытасыз. Сондықтан не істейміз біз? Сөз жаттаудың бір алтын техникасы бар. Дәл қазір барыңыз маған қараңыздар. Өйткені қазір ең академический, ең барлық сөздерді жалпы айтқан кезде сіз білмейтін, сіз білетін ең қиын сөздер барлығын жаттауға пошаговый инструкция беремін. Хорошо? Жақындап тыңдаймыз. Бірінші, disaster деген секілді новый сөзді алсаңыз, жаңа сөзді не істейміз? Ең бірінші біз оны сразу переводчикқа жүгірмейміз. Білемін, сіздер сөзді аудару үшін не істейсіз? Сразу переводчикқа салып аласыз, одан кейін барып жаттап бастайсыз. Олай болмайды. Өйткені ол кезде сіздің миыңыз жұмыс жасамайды. Ал ми қиналмай, ми жұмыс жасамаған кезде не болады? Ол сөз жата алмайды. Ол сөз бізде краткосрочно жадыға түседі, и сол күйі қалады. Оны біз долгосрочно жадыға түсіруіміз керек. Ұзақ жатталатын, ұзақ есте қалатын процесске. Ол үшін не істейміз? Біз переводчикқа салмаймыз. Ең бірінші Google-да ашамыз, okay? Google-да ашамыз. Google-ға disaster деп жазамыз. So let's write it right now. Disaster.
и сразу image деген жерге кіреміз, яғни суреттерге, окей, картинки дегенге кіреміз. Яғни сіз бұл сөзді аударған жоқсыз, бұл сөздің қандай мағынада екенін білмейсіз, просто картинкасын көресіз. Неге өйткені миыңыз қиналсын ана сөздің аудармасын табу үшін ше. Миыңыз кәдімгідей суреттерді қарасын, суреттерді кәдімгідей қандай суреттер көріп тұрсыздар. Сіздерге probably қандай суреттер шығады? Землетрясение, жаңағы жер тасқыны, құрғақшылық, тақандай дауыл, цунами деген секілді үлкен осындай суреттер шығады, торнадодан суреттер шығады да. Сол кезде сіздің миыңызға қандай дизастермен қандай ассоциация келеді уже? Дизастер деген қандай сөз болуы мүмкін? Давайте, any ideas? Цунами деп ойлауыңыз мүмкін, иә? Тағы қандай? Кошмар, иә, тағы қандай сөздер бар? Катастрофа деген сөздер келуі мүмкін, иә? Катастрофа, апатты жағдайлар, табиғи апаттар деген секілді миыңызға көптеген варианттар келеді. Бұл жақсы, это уже хорошо, это уже процесс да бізде. Сондықтан миымыз сәл болсын не істеп жатыр, қиналып жатыр, бұл сөз жаттау барысында өзі табуға тырысып жатыр. Дальше не істейміз? Гуглға жазамыз, disaster word synonyms дейміз, синоним көреміз бұл сөздің. Бізге ұқсайтын, біз білетін синонимдар бар ма екен? И бізге мынандай синонимдар шығады. Disaster деген синонимдарына catastrophe, катастрофа деген сөздер шығып жатыр, tragedy, трагедия деген сөздер шығып жатыр да. Бұл сөздерді сіз білесіз. Сіз уже миыңызда айтасыз, о, значит, бұл сөздің мағынасы примерно катастрофа, трагедия, бір жаман жағдай, жаман оқиға деген сөздерге жақын екен деген уже сіздің миыңызда не қалыптасады? Ключ қалыптасып жатыр, иә? Окей, perfect. Енді не істейміз дальше? Бұл сөздің мағынасын білуіміз керек, сол себепті біз бүйтеміз disaster word meaning деп жазамыз, ағылшынша жазамыз, яғни мағынасы деген meaning, біз осылай іздейміз. Яғни әлі сіз бұл сөзді орысша іздемейсіз, мағынасын әлі қазақша іздемейсіз, сіз әлі ағылшынша сөзді ағылшынша жаттайсыз, ағылшынша түсінуге тырысасыз, окей? Поверьте маған, сеніңіз бұл метод егес эффективті, чем сіздің күнделікті жаттап жүрген методыңызға қараған кезде, окей? Мысалы, disaster мағынасы шығады. A sudden event, such as an accident or a natural catastrophe that caused great damage or loss of life. Ja, демек бұның ішінен білетін сөздеріңізді алыңыз. Мысалы, қандай сөз? Accident, ja, оқыс жағдай, catastrophe, катастрофа, былайша айтқан кезде табиғи апаттар. That caused great damage or loss of life, яғни адамның өліміне алып келеді, иә, мысалы. Енді өзіңіз логично не деп ойлайсыз? Disaster деген сөздің мағынасы қандай деп ойлайсыз осыдан кейін? Болмай жатса, әлі де білмей жатсаңыз, әрине example қарауға болады, мысалдар, иә, сөйлем мысалдары, мысалы, сөйлемнің мысалдарын айтады. Мысалы, a string of personal disaster movie, disasters, natural disasters such as hurricane деп жазып қойыпты, яғни торнадо жалпы айтқан кезде табиғи не деп тұр? Disaster, natural деген табиғи, disaster деген сонда апат, катастрофа. Сіз уже орысша аудармасын білмей, сөздер арқылы, синонимдар арқылы, мағынасы арқылы, сөйлем мысалдары арқылы не істедіңіз? Миыңыз уже примерный ответін дайындап қойды. Миыңыз ойлап тұр қазір. Примерный ответ бізде катастрофа болады, немесе апатты жағдай, табиғи апаттар болады, иә? Мысалы, disaster. И даже бұл сурет арқылы сіз не только бір сөз, онымен қатар қасына қосып жаттайтын сөз тіркесін де жаттап алыңыз. Мысалы, natural disaster деп жаттасақ болады. Табиғи апат. Яғни disaster жалғыз өзі емес, natural disaster. Сол кезде бірден ассоциация қалыптасады. О, natural disaster, табиғи апат, демек катастрофалар, жаңағы цунами, торнадо деген землетрясение сіздің ойыңызға келе бастайды. Perfect. Енді не істейміз? Соңғы іс-әрекетіміз. Енді барып приложение, жаңағы переводчикқа өтеміз, одан кейін барып енді аударамыз, тексереміз, дұрыс аудардық ба екен, иә? Жазасыз disaster, қандай мағына шығарады сізге әрине? Катастрофа, апат. Easy peasy lemon squeezy. Сіз сонда сөзді екі есе эффективті форматта жаттап алдыңыз. Ешқандай қиналмай, ұзақ уақытқа мида сіз сөзді жаттадыңыз. Тура осылай сөздерді жаттау керек, тура осылай. Яғни мен айтайын деп жатқаным не сіздерге? Менің айтайын деп отқаным, сөздерді ешқашан тез жаттауға тырыспаймыз. Яғни осылай қиын жолмен жаттасаңыз, миыңыз қиналып, миыңыз суреттерді табуға тырысады, синонимдарын да табуға тырысады, ағылшынша мағынасын оқып табуға тырысады. Сол кезде миыңыз қиналған сәтте, ми соны өте ұзақ есте сақтайды. Мысалы, сіздің өміріңізде, иә, қиын сәттерді көп есте сақтайсыз ғой, сіз тем оңай бола салған сәттерге қараған кезде, қиналып, мысалы, паспортный контрольдан қиналып өткен сәттер сізді көп сабақ аласыз және көп есте сақталынады, иә, тура солай ағылшын тілінде сөз жаттауда осылай. Окей. Соңғы айтарым, 6-шы лайфхак дейінші, сөздерді ешқашан жалғыз жаттамаңыз. Ешқашан, даже пострелим, сөздерді тіркестермен ғана жаттаңыз, хорошо? То есть жалғыз емес, сөз тіркестермен жаттап береміз. Мысалы, кофе емес, drink coffee, right? Coffee issue. Какой-то бір етістікпен жаттаңыз. Decision емес, мысалы, шешім деген сөзі, make a decision, right? Шешім қабылда деген секілді. Үнемі, постоянно қолданатын қасындағы сөз тіркесі қандай екен деп ойланып көріңіз, сол сөз тіркесімен жаттаңыз. Сөйтіп сөздер тіркестермен сөйлемдер құрап бастайсыз. Өйткені ол сөз тіркесі тұрғаннан кейін сөйлем құрау да уже оңайырақ болып кетеді да. Дальше сөздерді сразу қолданып, мида сақтап, өте маңызды жаңа сөздерді үйреніп, сіздің сол сөзді сөйлемде
сөйлем құрауға қолдануы сразу артады 2 есе. Жалпы дәл қазір үйреткен техникаларым қалай болды сіздерге? Взрыв мозга, да? Жалпы дәл қазір үйренген лайфхактардың ішінде ең қатты есіңізде қалып тұрған лайфхак қандай? Окей, кім сыйлық алуға дайын? Сыйлық алуға дайын болсаңыз, давайте жақсылап мені тыңдаймыз. Жалпы дәл қазір осы үйренген барлық техникалар, үйреткенім ол базовый техникалар. Бұны барлық адам білу керек ағылшын тілін үйренуде. Бірақ шынына келсек, ағылшын тілін үйрену процесі өзі үлкен техникалардан тұрады. Егер сіз әлі ағылшын тілін кітаппен үйрене аламын, ағылшын тілін күнделікті эксерсайздар орындау арқылы просто кітапты тупо оқысам, ағылшын тілінде сөйлеп кетемін, немесе ағылшын тілінде бір сөздерді үйреніп жүрсем, каким-то чудом ағылшын тілінде сөйлеп кетемін деп ойласаңыз, мен сізді ренжіткім келмейді, бірақ бұл дұрыс емес. Олай ешқашан сіз сөйлемейсіз. Иә? Мысалы ойлаңызшы, сіз 11 жыл мектепте оқыдыңыз, 11 жыл мектепте кітап үйретті, 11 жыл мектепте грамматиканы оқыдыңыз, 11 жыл мектепте сөздерді жаттадыңыз, үйрендіңіз, бірақ қазір сіз ағылшын тілінде сөйлей аласыз ба? Like I'm doing right now. Do you speak English? Like a native speakers? Like with this accent, right? No. Яғни сөйлей алмайсыз, иә? Біреу сізден do you speak English деп қалса, сіз уже I don't speak English деп тұрасыз. No English, 50-50 деп тұрасыз. Олай болмайды. Яғни сіз уже ойлануыңыз керек. Не үшін мен ағылшын тілінде сөйлей алмаймын? Don't worry. Мен ағылшын тілінде спикинг арттырудың түбімен зерттеп тастаған адаммын. Мысалы қараңыздар, мен сөз жаттауға арналған ең мықты техникаларды үйреттім сіздерге. Көп адамдар оны айтпайды, бірақ бұл менің техникаларым, міндетті түрде сіздерге керек. Бірақ ағылшын тілін үйренуді оңай үйренсеңіз болады. 4 айдың ішінде ағылшын тілінде еркін сөйлеу дәрежесіне жетуге болады. Бұл дәлелденген факт. Сондықтан кімде-кім әлі ағылшын тілін үйренуге 1 жыл керек, 2 жыл керек, 3 жыл керек деп ойлап жүрсе, мен сізге сразу айтайын, no. Ағылшын тілінде 4 айда үйреніп шығуға болады. Ол үшін техникалармен қалай жұмыс жасау керек? 30-дан астам, 40-тан астам техникалар бар. Именно спикингке, вокабулярға, листенингке фокус қоя отырып, сол техникамен заниматься ететін болсаңыздар, сіздер уже 1 аптадан кейін, 2 аптадан кейін уже нормально базовый сөздерді қолданып, сөйлем құрап, сөйлеп бастай аласыздар, да? И дәл қазір мен сізге ол техниканың 6-ын ғана үйреттім, бірақ 40-50 техникаға дейін бар. Спикингке, және листенингке, райтингке, барлық жалпы қабілетке түрлі техникалар бар. Кім сол техникаларды алғысы келеді? Мен, лично. Кім менен ағылшын тілін үйренгіңіз келеді? Perfect. Онда сіздерді барлықтарыңызды мен өзімнің курсыма шақырамын. Ағылшын тілі курсы, жаңа айтқандай, мен 5 жыл болды ағылшын тілін үйретіп келе жатқаныма. То есть мен уже экспертпін. Тіпті мені Инстаграмда, мені түрлі ТикТокта байқаған кезде барлығы таниды. Ағылшын тілін 4 айда студенттеріне үйретіп шығаратын ең керемет, эффективный метод изучения языка дейді байқаған кезде. Ең эффективті түрде ағылшын тілін үйрету методын ойлап тапқан қыз деп таниды. Өйткені мен жаңа метод алып келген адаммын. Мен 15 жасымда Бостонға барып оқып, сол жердегі профессорлармен ақылдаса отырып, жаңа метод Қазақстанға алып келген адаммын. Қазір Майамида оқып жатырмын, және бұл жақта да профессорлармен бірге өзімнің күнделікті методтарымды, техникаларымды көбейтудемін. Сол себепті менің студенттерім, біз тіпті осы айда Қазақстанға жаңа рекорд жасадық. Менің бір студентім 1 айдың ішінде 3 теңге арттырды. Но енді пахать етіп оқыды, әрине, бірақ сонда да 1 айдың ішінде 3 теңге деген ол рекорд система. Қазақстанда болмаған, тіпті СНГ-да болмаған деп айта аламын. Және 2 ай, осы 1 ай деңгейін арттырып, және 2-ші айында, ноябрь айында уже 8 Американың университетінен оқуға шақырту алды. Just studying with me. Сондықтан кім-де-кім менің студентім секілді осындай дәрежеге жеткісі келеді, эффективті түрде ағылшын тілінің деңгейін көтергісі келеді, онда курс жайлы толық информацияны менің описанияда ссылка өтіп ала аласыздар, окей? Курсқа келіп, ағылшын тілін үйреніңіздер. Өйткені менің курсымда техникалар ғана айтылмайды. Менің курсымда, guys, Zoom сабақтар 2 сағаттан, which is crazy, right? Көп курстарда, өйткені білесіздер, Zoom сабақтар қанша? Практикалар 45 пен спикинг каптар 1 сағат, ал менің студенттеріме қатты қызығатыны ол 2 сағаттан болады. Және біз практикадан аямаймыз. Менің курсымда аптасына 4 рет Zoom-мен сабақ істейді. 4 рет. Оның 3-еуі speaking club мұғалімдермен 2 сағаттан сіздің speaking, listening, vocabulary, reading даже қабілеттеріңізді Zoom-да отырып практика жасайсыздар. Онымен қатар 4-ші біздегі Zoom сабақ ол куратормен бірге activity Zoom сабағы. Яғни сіздер 1 апта бойы грамматика оқисыздар, жаңағы speaking практика жасайсыздар, да, сөздер жаттайсыздар. И соңғы аптаның соңында сіздер куратормен аптаның соңында сіздерде Zoom сабақ болады. Не үшін? Сізді қадағалайды, тест алады, немесе қандай тұстарыңыз әлсіз болып келе жатыр, қандай қабілеттеріңіз слабый, қай грамматиканы түсінбей қалдыңыз, сізден кәдімгідей осылай сұрап, сізге шынымен жаны ашып түсіндіретін адам болады. Кім соны қалайды? Өйткені көп курстарда білесіздер, сіздер грамматика түсінбей қалсаңыздар, немесе бір қабілеттеріңіз артпай жатса, бәріне басқа кезде пофиг, да? Ал біздің курста әр апта сайын куратор қадағалап, өзінің советтерін айтып, срочно не жасау керек, сізге сол қадамдарын айтып отырады. Онымен қатар менің курсымда әр айға арналған пошаговый план бар.
иә, сіз курсқа келген кезде сіздің қолыңызға пошаговый план беріледі, әр күні не істеу керек, не жаттау керек. Ол бізде платформамен тығыз байланысты. Яғни сіз платформаны алғаннан кейін не істеймін деп ойлап отырмайсыз. Платформадағы сабақтар жаңағы планмен байланысты, былай істейсің деп бір соқырға таяқ ұстатқандай кәдімгідей шаг за шагом біз дайындап қойғанбыз. Сонда біз енді қазақтар, бізге план дайын болған дұрыс қой, сондықтан пошаговый план дайын, ағылшын тілін үйренуге соны аласыз и деңгейіңізді сол план арқылы арттырып отырасыз. Онымен қатар біздің студенттер сразу курсқа келгеннен кейін сөйлеп кету үшін бірінші аптадан екінші аптадан уже біз алдын ала зумға кірмей жатып оларға кузет карточкалар арқылы және белгілі бір файлдар арқылы сол зумда пайдаланатын сөздерді жаттатқызамыз. Сонда студенттер таңертең сөз жаттайды да, и кешке сол сөздерді зумға кіріп практика жасайды. Сонда зумға сабаққа кірген кезде спикинг практика жасау керек қой енді. Сіздерде андай сөз білмеймін деп отырмайсыздар, кәдімгі білетін сөздеріңізді пайдаланып уже автоматически сөйлем құрап бастайсыздар. Өйткені сөйлем құрау техникаларын зумда сіздерге түсіндіреді. Оңай форматта, ешқандай грамматика ондай емес, оңай форматта техникалармен. Одан кейін бізде сіздің курспен кураторыңыз болады, сізде зуммен сабақтар болады, сізде өзіңіздің жаңағыдай тексеріп отыратын tea time болады күнделік апта сайынғы, яғни сіздің прогрессіңізді тексеріп отырады, пошаговый план болады, және сізде курста платформа туралы айтып кетейін. Барлығына курста ұнайтыны ол платформа. Яғни платформа дегенде сіздер қазір қашасыздар, өйткені платформада жаңағыдай қызықсыз скучный грамматика үйренемін, уақыт құртамын деген секілді, бірақ менің платформам ол барлық техникалар сол платформада, осындай қызықты сабақтар, ең эффективті сабақтар. Просто платформа сабақтарды көрсеңіздер, сіздер уже спикинг артады, listening артады, барлық жауаптылығыңызды, қабілеттеріңізді арттыра аласыздар. Онымен қатар платформаны өзім жасап шығарғаннан кейін ішіндегі тапсырмалар интерактивті, яғни техникалармен тығыз байланысты да. Сіздер қазір осылай үйренген техниканы білейін, күнде осылай жасап отыру керек дейсіздер ғой, бірақ бұл техникалар менің курсыма қосылып кеткен. Яғни просто студенттер платформаны занимация ету арқылы осы техникалармен жұмыс жасай алады. Онымен қатар платформада жаңағы техникалардан бөлек спикинг арттыру марафон сабақтары бар. Ол сабақтар бізде мультфильмдермен арнайы жасалынған. Yes, right? Яғни сіз просто спикингді арттыра аласыз мультфильм көру арқылы. Isn't it crazy? Мультфильм көру арқылы сіз спикингді арттыра аласыз. Тура осындай сабақтар бізде бар. Онымен қатар және грамматика әрине. Грамматикасы никак әрине, бірақ грамматика дегенде қазір сізде уже травма да, сіз қашасыз да, өйткені мектепте сізде грамматиканы қалай үйретті, кітап арқылы, эксерсайздар арқылы, ал бізде ондай емес. Мен платформада грамматиканы ең қызық фильм үзінділерімен немесе жаңағыдай шынайы өмірде қалай грамматиканы пайдалану керек, солай үйретемін да. Мысалы, past simple, present simple деген кезде бір түсініксіз кітаппен түсіндіріп отпаймын. Past simple мысалы қалай біздің атамыз өзінің балалық шағын қалай айтып береді бізге деген секілді сондай сипаттама форматында біз грамматиканы үйретеміз системный, яғни ең керекті жолдармен оңай грамматиканы үйретіп шығарамын. Яғни менің студенттерім маған көп отзывтар келеді, Мисулдана грамматиканы өте понятный тілмен түсіндіресіз дейді. Сол үшін де грамматиканы кім сөйлеуді дамыта отырып грамматиканы түсінгісі келсе, онда платформада сабақты көруге жүгіреміз. Онымен қатар әр сабақтың астында 6 қабілет тапсырмалары бар. 6 қабілет, ойлаңызшы, сіз арт жақтан тапсырма іздеп не істеймін деп отпайсыз, сізде платформада жаңағыдай музыкалармен, түрлі мультфильмдер үзінділерімен, әр сабақта әйтеуір бір мультфильм көріп отырасыз, мультфильмдермен сөз жаттау, мультфильмдер қызықты форматта, караоке арқылы жаңағыдай да, музыкалар арқылы сөздер жаттап, listening практика жасап, reading прокачать етіп солай отырасыздар. Солай easy форматта деңгейіңізді арттырасыз. Сонда сізге менің студенттерім айтқандай өте көп отзывтар келеді, тура былай, Мисулдана курста ағылшын тілін үйренуге не керек, соның бәрі қамтылған дейді да. Яғни сізді қадағалайтын куратор, практика, живой практика жасайтын зум сабақтар максимально уақытпен, яғни 2 сағат, ешқандай жерде 2 сағат үйретпейді. Бүкіл жерден сұрап келіңіздер. No. Үшіншісі, платформадағы сабақтар, оның ішінде не только сабақтар, тапсырмалар, интерактивті, техникалар қосылып кеткен, грамматика сабақтар қосылып кеткен, фонетика, произношение сабақтары да қосылған, және IELTS сабақтары да қосылған. Төртіншісі, сізбен практика жасайтын сізде body болады. Yes, you have body, speaking body. Яғни біздің курста ерекше нәрсе, ол әр студенттің speaking body болады. Яғни сіз аптасына 5 рет, 4 рет сіздің досыңыз болады, сол досыңызға хабарласасыз, екеуіңіз фразаларды бірге жаттайсыздар, бірге ағылшын тілінде практика жасайсыз, өсек айтасыз ағылшын тілінде, жалпы ағылшын тілінде сіз 1 сағат, 2 сағат сізбен сөйлесетін адам болады. Курста осылай жасап қойған, чтобы студенттерге ағылшын тілін үйрену қызық болу үшін бір жағынан ұялмас үшін да сөйлеуге. Мысалы, сіз енді досыңызбен сөйлесуге ұялмайсыз, қой, солай бадиіңіз сізде дос болып кетеді, сонымен сөйлесуге ұялмайсыз. Күнде ағылшынша өсек айтып отырасыз, мысалы, I broke up with my boyfriend. Жігітіме әлсіп кеттім деген секілді. Кураторға айта алмайтын бүкіл өсектеріңізді ағылшын тілінде айтып, өзіңізді еркін сезініп бар жерден айырыласыз.
Онымен қатар бізде техникалармен жұмыс, жаңағыдай ең эффективті shadowing, imitation техникалармен бізде жұмыс болады. Күнделікті отчет. Студенттерде дисциплина настолько мықты құрастыру үшін бізде отчет жібергендерге түрлі натрис подпискалары, пазл деген секілді өте күшті ақшалай сыйлықтар ойнатып отырамыз. Онымен қатар гайдтар, кітаптар, соның барлығын тегін беріп отырамыз активный студенттерге. Және ең қызығы, менің курсымда native спикермен сабақ болады. Ай сайын сіздерде бір рет native спикер мисс Белла, нағыз Гарвардта стажировкадан өткен мисс Белламен сіздерде ай сайын бір рет 2 сағаттық спикинг практика болады. Isn't it crazy? Сіз нағыз Гарвардта жұмыс жасаған адаммен кәдімгі зумда практика жасайсыз, ағылшын тілін, native спикермен. Бостонда тұрады, Массачусетс университетін бітірген, Гарвардта стажировкада өткен ең мықты маман мисс Белла. Сіздер практика жасайсыздар, мисс Белла сіздерге академиялық форматта ағылшын тілінде как native секілді жауап беру сөздерін үйретеді, сленгтермен жұмыс жасайсыздар. Жалпы ағылшын тілінде қорықпай сөйлеуді үйрететін болады. Кез келген жолда американец көріп қалсаңыз, hey bro, what's up деп сөйлеп кете бересіз. Isn't it crazy? Okay. Және әрине ай сайын бір рет менімен мастер-класс. Yes, менде мастер-класстар 3 сағат, 4 сағат қайын болады, және мен сіздің спикингіңізді, произношениеңізді, сіздің жалпы ағылшын тілінде еркін сөйлеп кетуіңізді қадағалайтын ол менің жауапкершілігім. Менің марафондарым, менің мастер-класстарымда студенттер кәдімгідей 1 сағат, 2 сағаттың ішінде Мисылдана қалай сөйлеп кеткенімізді білмей қалдық. Мисылдана қалай ағылшын тілінде тез скоростьпен керемет произношениямызды 180 градусқа өзгеріп сөйлеп кеткенімізді білмей қалдық деген отзывтар үйіліп келеді. Сондықтан бұл да бір үлкен қоржын сіздерге. Онымен қатар біздің курсымызда қамтылған әрине психологически байшқан кезде сіздерден жұмыс жасайтын адамдар, және менің курсым сіздерге гарантия береді. Менің курсым 4 айлық курс. Яғни 4 айдың ішінде менің жұмысым сіздердің деңгейлеріңізді минимум B2, максимум C1, C1 деңгеймен бітіріп шығартқызу. Егер менің курсым 4 ай оқығаннан кейін сіз ағылшын тілінде сөйлей алмайтын болсаңыз, ағылшын тілінде әлі қиналатын болсаңыз, біз тексереміз сіздің бүкіл тапсырмаларды орындап сабаққа қатысқаныңызды. Егер қате сізден болса, әрине сіз курстан шығасыз. Менің ағылшын тілі курсында алған студенттерге берілетін сыйлықтар жайлы айтып кетейін. Ең бірінші сыйлық ол әрине менің спикинг марафон сабақтарым. Менің спикингіңізді просто 5-6 сабақтан өзгертетін, сөйлетіп жіберетін, как native произношениеңізді өзгертетін сабақтар бар. Ол алтын сабақтар, әрқайсысы 10 мың теңгеден тұрады. Бірақ менің ағылшын тілі курсында оқысаңыз, онда ол спикинг марафон сабақтарының барлығы тегін беріледі. Ол бір. Екінші сыйлық, менің 4 айлық ағылшын тілі курсымды бірден алған студенттерге курстың соңында IELTS сабақтары тегін беріледі. Яғни сіз IELTS структурасын біліп шығатын боласыз, IELTS-қа жалпы айтқан кезде подготовка жасауға барлық материалдарды бізден алып шығатын боласыз. Менің студенттерім былайша айтқан кезде еркін, pre-intermediate, B1 деңгейіне келген студенттерім курс аяқтағаннан кейін барып IELTS тапсырып 7-7,5 скорларын алып келеді. Тіпті спикингте 8 алған студенттерім де бар. Яғни бізде ағылшын курсы, яғни бізде английский курс, IELTS курс болмаса да, мен студенттерінің IELTS-ті тапсыра білген қалаймын, сондықтан осыған қосымша ақпарат үйіп төгіп беремін. Онымен қатар төртінші ең керемет тегін сыйлық, менің 4 айлық курсымды бірден алған студенттерге менің шетелге оқуға түсу курсым тегін беріледі. Менің шетелге оқуға түсу курсым 370 мың теңге тұрады, өзім жеке алатын болсаңыз. Оның ішінде эссе жазу, рек письмо жазу, оқуға тапсыру, бүкіл кім оқуға тапсырғысы келеді, кім мен секілді Майамида оқығысы келеді, ол курс сіздерге керек екен. Ол курста мен қалай эссе жаздым, қалай интервьюдан өттім, қалай универге өзімнің документтерімді жібердім, бүкіл процесс түсіндіріп сабақ өткенмін. Тіпті эссе жазуға арналған 4-5 сабақ бар. Осының барлығын үйреткен курс 370 мың теңге тұрады. Но егер сіз осы менің ағылшын тілі курсымды өте тиімді бағада, өте арзан бағада 4 айын бірден алатын болсаңыз, онда осы шетелге оқуға түсу курсы сізге курсты аяқтағаннан кейін тегін берілетін болады. Яғни сіз менің курсымды оқып шығасыз, мен айтамын, менің курсымды таңдағаның үшін рахмет, осындай результат көріп отырсың, соңына дейін оқыдың, демек мына сыйлық саған деп, саған 3 өзімнің шетелге оқуға түсу курсымды сыйлыққа беремін. Сонда сіз 3 курсты тегін алып отырсыз да, бірақ курс арқылы. Ағылшын тілі курсын алдыңыз, былайша қарап тұрсаңыз, бірақ IELTS сабақтары, спикинг марафон сабақтары, шетелге оқуға түсу сабақтары, барлық сіздің шетелге оқуға түсуге готовый дайындайтын курстар тегін. Яғни сіз басқа курстарға уақыт құртпайтын боласыз, ақша құртпайтын боласыз, менталитет психология, психикаңызды құртпайтын боласыз да. Просто осы курсты алсаңыз. Сондықтан мен студенттеріме шетелге оқуға түсуге бүкіл жағдайды жасағым келеді. Сол үшін ағылшын тілін уақыт құртпай эффективті түрде үйреніп, гарантиямен результатпен шыққым келеді, және осындай сыйлықтарды алғым келеді десеңіз, менің курсым жайлы, авторский курсым жайлы толық ақпарат алу үшін описанияға өтіп, ссылкадан өтіп, WhatsApp-қа жазасыздар, және сіздерге менің менеджерлерім хабарласып, сіздерден толық ақпарат алатын болады. Менің курсымда өте беделді адамдар оқиды, тіпті
тіпті қазақстандағы ктл билдің ең басты директорлары менің қазір ағылшын тілі курсында оқып жатыр. Онымен қатар қазақстандағы ең үлкен спортшы чемпионат боксерларымыздың бірі біздің менің курсымда, индивидта менің курсымда оқып жатыр. Осындай мықты кісілерді осындай деңгейде оқытып жатырмыз, жоғарғы деңгейде. Сол себепті осындай дәрежедегі кісілермен бірдей оқыған курста оқығыңыз келсе, онда описаниедағы WhatsApp группаға өтіп толық ақпарат аламыз, окей? Ал бүгінгі сабақ пайдалы болса, онда міндетті түрде комментарияға ең керемет комментарияны жазыңыздар, отзывтарыңызды. I think I deserve that, окей? Және көп осындай сабақтар көп болсын десеңіздер, онда тоже комментарий қалдырып кетіңіздер, окей? Мені Инстаграмнан белгілеп кетсеңіздер болады. I love you all and I'll wait on my course. Bye!